Сәлем достар, біз бүгін ерекше дәмді және де оңай салатты жасайтын боламыз. Ең алдымен мен парақшама тіркеліп кетуді ұмытпа. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалынады. Бізге піскен қызылша, піскен жұмыртқа, консервідегі горох және де салат жапырақтары керек. Қызылшаны егерде кішірек болса, дәл ортасынан бөліп, оны тағы да екіге бөліп, яғни орташа слайстарға тураймыз. Бастысы, ауызға салғанда үлкен кусоктар болмайтын және де дастарханда әдемі көрінетін тілімдерге турайсыздар. Салатты араластыруға үлкендеу ыдыс алып, барлық туралған қызылшаны сонда саламыз. Енді жұмыртқаны тураймыз. Дәл видеодағыдай ортасынан бөліп, одан соң орташа қалыңдықтағы полукольца етіп тураймыз. Қатты жұқа қылсаңыздар, салатты араластыру барысында жұмыртқа езіліп кетеді. Сондықтан жұмыртқа тілімдері жуандау болғаны дұрыс. Туралған жұмыртқамызды қызылшаның қасына саламыз. Табаға консервіленген горохты қосамыз. Енді соңғы ингредиент бұл салат жапырақтары. Мен видеодағыдай салат жапырақтарының орташа жағындағы қатты жерін кесіп алып тастаймын. Өйткені сол жері салатқа ашты дәм береді. Салат жапырақтарын дәл видеодағыдай етіп пышақпен кессеңіздер болады. Немесе жай ғана қолмен жұлып қоссаңыздар да болады. Енді салатымыздың заправкасына келгенде кішкене тұз сеуіп, содан соң қарапайым майонезбен араластырамыз. Майонезді сметанамен немесе греческий йогуртпен алмастыруға болады. Қатты езбей салатымызды осылай жай ғана қолмен араластырып шығамыз. Мінекей достар, біздің өте оңай, қарапайым ғана заттардан жасалынатын және де дәмді салатымыз дайын болды. Видеоның басында көрсеткен ингредиенттерден дәл осындай 2 порция салат шықты. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға комментарий бөлімінде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Тоғжан.